Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бір кесе су қажет болады және тұз, шекер, ашытқымызды салып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде мен аз ғана сүт бар еді, сол кішкене сүтті қосып жібердім. Сіздерге қосу ол міндетті емес. Бар болса қоссаңыздар да болады. Ал енді ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұндарыңыз аз болатын болса, салсаңыздар болады. Біз қамырымызды илеп алдық. Ал енді илеп алған қамырымыздың үстіне жарты кесе сұйық майымызды құйып жібереміз. Қамырларымыз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Бетін жауып, 1 сағатқа көтерілуге қойып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындайтын боламыз. Картобымызды жақсылап сыртын ашып, газымызге үлкен отқа қоятын боламыз. Жұмсақ болып пісуі қажет. Біздің картошкамыз пісті. Шанышқының немесе картошка езетін құралмен жақсылап езіп алсаңыздар болады. Дәміне қарай кішкене тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Және мен бір пиязды майға қуырып, картошкамыздың үстіне салып жібердім. Өте дәмді болып шығады. Осылай жасасаңыздар, біздің салмамыз дайын болды. Біздің қамырымыз көтеріліпті, өте әдемі болып көтерілген. Қолымыздың көмегімен үстінен басып, ауасын шығаратын боламыз. Ал енді қамырымызды майда бөліктерге кесіп алатын боламыз. Сіздер таразының көмегімен өлшеп жасасаңыздар болады. Біз барлығын осылай кесіп алдық. Ал енді барлығын қолымыздың көмегімен жақсылап осылай илеп шығатын боламыз. Бізде осынша қамырымыз шықты. Қамырларымыздың үстінен 1-2 рет осылай қолымыздың көмегімен басып шығамыз. Дайындап алған қамырларымыздың үстіне жаңағы дайындап қойған салмамыздың барлығын салып шығамыз. Барлығын бір келкі қылып саламыз. Салмаларымыздың бәрін осылай салып алдық. Ал енді шетінен бастап осылай видеодағыдай түйетін боламыз. Осылай әдемі ғып түйіп аламыз. Тағы екінші рет тағы көрсететін боламын. Осы кезде пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Түйіп алған пирожкиларымызды табамызға орналастыратын боламыз. Табамызға орналастырып алдық. Ал енді бетіне жұмыртқа жағамыз.
Сәндік үшін күнжут септім. Сіздер мак немесе күнжут сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пешімізде жарты сағат 180-200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің булочка, пирожкиларымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Бұл жерде қазір ғана пештен шыққан, өте ыстық болып тұр. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.